Сәлем қыздар, бүгін сіздермен гороховый суп дайындаймыз. Ең алдымен пиязымыз бен етімізді жақсылап қуырып аламыз. Сәбізімізді салып, қосып қуырып аламыз. Томат және тұз қосамыз. Томатты майға қуырсаңыздар, дәмі ерекше болып шығады. Лимон шырынын қосамыз. Су құйып, қазанымыздың бетін жауамыз. Су қайнағанша горохты жақсылап тазалап жуып аламыз. Каналымдағы жаңа рецептерді жіберуіміз үшін қоңыраушаны басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Суымыз қайнады, яғни сорпамыз қайнады. Жаңағы тазалап жуып алған горохымызды сорпамыздың үстіне саламыз. Сорпамызды араластырып, тұздың дәмін көріп аламыз. Лавр жапырағын қосып, орташа отта 40 минутқа қалдырамыз. Асымыз дайын. Ас болсын, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Жазира. Рахмет.